Барлығына сәлем. Бүгін мен балаларда гастрит және гастродуонит жайлы қысқаша айтатын боламын. Жалпы бұл уақытқа дейін гастродуонит, яғни асқазанның аурулары балаларда сирек кездескен, бірақ қазіргі таңдағы балалардың арасында гастрит өте жиі кездеседі. Гастроэнтерологияда бұлар ас қорыту жүйесінің ең кең таралған ауруы. Баланың ас қорыту жүйесінің қалыпты ісуі 7 жасқа дейін ғана аяқталады. Оның ерекшелігі осы кезеңде тұз қышқылының төмен мөлшері мен белсенділігінің төмендігі, асқазанның моторлық функциясының жеткіліксіздігі болып табылады. Балаларда гастрит ең жиі кездесетін өз кездері 5-6 жас және 10-15 жастан жоғарғы кездерде кездеседі. Гастрит, яғни бұл асқазанның шырышты қабатының зақымдануы өткір және созылмалы түрінде болуы мүмкін. Бұл жедел гастрит, яғни күшті тітіркенгіштердің қысқа мерзімді әсерінен асқазан шырышты қабығының айқын қабынуы, ал созылмалы ұзақ прогрессивті курсқа ие мерзімді қайталануы бар және бірте-бірте эпителий жасушалар мен шырышты қабық бездерінің деградациясына және атрофиясына келеді. Гастрит асқазанның секреторлық және моторлық функцияларын, сондай-ақ балаларда метаболизмді бұзады. Оның салдары шырышты қабықтың зақымдануының ауырлығына байланысты. Гастриттің себептері. Балаларда гастрит өткір, яғни жедел гастрит бірінші кезекте өздігінен пайда болады, немесе кейбір жұқпалы аурулардың әсерінен пайда болады, немесе балада созылмалы аурулармен ауыратын болса, соның фонында ауруы мүмкін. Балада жедел гастрит шамадан тыс тамақтану немесе балалық шаққа жарамсыз тамақтар, яғни майлы тамақтар, баланың жасына қарамай өте мөлшерден көп тыс тамақтар жеу, ащы тамақтар жеу, тым ыстық немесе грубый тамақтар дейді өрескел. Баланың ас қорыту жүйесі қорыта алмайтын тамақтарды жеу, химиялық заттарды, сілтілердің, қышқылдардың концентрация ерітінділерін тұтынудың әсерінен, кейбір дәрі-дәрмектерді, яғни температураға әсер, НПВС-тар, яғни қабынуға қарсы дәрілерді көп қабылдаудың әсерінен, салицилаттар, стероидті гормондарды қабылдаудан туындауы мүмкін. Сонымен қатар қазіргі таңдағы газировка сусындарды көп ішкеннің әсерінен, химиялық өнімдері көп, мысалға чипсы өнімдерін де балалар қазіргі таңда өте жиі тұтынады. Соның барлығы асқазанның шырышты қабығына әсер етеді. Сонымен және де егер де баланың созылмалы ауруы болмаса, контрольсіз НПВС-тарды да қабылдау да шырышты қабығына әсер етеді. Жедел гастрит кезінде жеткіліксіз тағам және оның толық емес ыдырау өнімдері асқазанның шырышты және секреторлық аппаратын тітіркендіреді, ас қорыту процесін бұзады және баяулатады. Балаларда жедел гастрит кезінде қоздырғыштары эшерихия коли, протеус, клепсилия, салмонелла және тағы басқа болуы мүмкін. Созылмалы гастриттің негізгі себебі пилорикалық асқазанда өмір сүретін хеликобактер пилори инфекциясы. Хеликобактер пилори инфекциясы ол патогенді эпителий жасушалар мембраналарына жоғары адгезиямен және агрессивті ферменттердің уреаза, протеаза, фосфолипазалар және шырыштың қорғаныш қабатының бұзылуын тудыратын токсиндердің бөлінеді. Соның әсерінен эпителий жасушалары зақымданады, кейін қабыну пайда болады, эрозия және ойықты жаралардың пайда болуы. Асқазан мен 12 иліктің дисфункциясы иммундық жүйенің төмендеуіне алып келеді. Балаларда сонымен қатар аутоиммунды созылмалы гастрит кездеседі. Аутоиммунды гастрит дегеніміз, аутоиммун бізде өзіміздің иммунды жүйеміз бар, бірақтан иммундық жүйенің өзгерістерінің әсерінен ағза өз-өзіне қарсы шабуыл жасайды. Сол кезде асқазан шырышты қабатының секреторлық жасушаларында антиденелер өндіруінен туындайды. Бұл асқазан сөлінің қышқылдығының төмендеуіне және ас қорытудың бұзылуына әкеледі. Бұл кезде пайда болуына ферментопатиялар, асқазан ішек жолдарының созылмалы аурулары, яғни гепатит, панкреатит себеп болуы мүмкін, немесе тұқым қуалаушық аурулары себеп болуы мүмкін. Сонымен қатар гастриттің пайда болуына себеп тудыруы мүмкін тағы да қосымша аурулар болды. Тұмаудан кейін дифтерия, вирусты гепатит, туберкулез, пен жалпы интоксикация кезінде, радиациялық зақымдану кезінде, жедел бүйрек жеткіліксіз кезінде туындауы мүмкін.
яғни бұл кезде инфекция және токсиндердің гематогенді яғни қан арқылы таралып асқазанның шырышты қабатына да өту өзгерістерін алып келеді. Және де ең зиянды балаларда гастриттің қауіп факторлары бұл тағамның сапасын нашарлау, бояғыштар, консерванттар, фастфуд, газдалған сусындар, гельминттер, паразиттер әсері болады. Ал жасөспірімдерде ерте жасынан бастап егер де алкогольдік өнімдерді тұтынатын болса, темекі шегу, сонымен қатар қазіргі таңдағы электронды темекілерді шегу де асқазанның шырышты қабатын бұзады. Және де психосоматикалық бұзылулар, агрессия және алаңдатушылық стресс те асқазанның шырышты қабатын зақымдайтын болып табылады. Негізгі белгілері жалпы әлсіздік, тәбетінің болмауы, жүрек айнуы, құсу, сілекей мен немесе құрғақ ауыз пайда болады. Егер де ұзақ уақыт құсу, дегидратация, температура болуы да байқалады. Және кейін гастриттің жіктелуі бойынша жедел гастрит, жаңа айтқан бетке қабатының зақымдануы, асқазан шырышты қабатының, және де одан кейін этиологиясы негізгі қоздырғышы аутоиммунды аллергиялық факторлардың әсерінен болуы, басқа аурулардың фонында, және балалардағы гастрит яғни тұз қышқылының жоғары әсерінен немесе оның секрециясының төмендеуінің әсерінен де, және хеликобактер пилори негізгі қоздырғышы гастриттің хеликобактер пилори болып табылады, яғни ол бактерия. Жедел гастрит және созылмалы гастрит деп жоғарыда айтып өттік. Балаларда жиі кездесу кезеңдері, диагностикасы жоғарыда айтылған шағымдарына қарай отырып, және де ФГДС жүргізіледі, негізгі әдісі. Сонымен қатар бактерияны анықтау үшін асқазан қаннан анықтауға болады хеликобактер пилориді, немесе дыхательный тест, яғни тыныс алу тест арқылы хеликобактер пилориді анықтауға болады. Егер де асқазанда ұзақ уақыт бойы бала созылмалы гастритпен ауыратын болса, салмағы азаятын болса, сонымен қатар нәжісінде қара болып өзгеретін болса, онда асқазан мен 12 жерден қан кетуді анықтау мақсатында немесе дифференциалды диагностика жасау мақсатында асқазанның рентгенографиясы жасалады, және де құрсақ қуысының мүшелерін ультрадыбыстық зерттеу жасалады. Жедел гастриттің мында айттық тағы да себептері, біріншілік себептері, екіншілік себептері жоғарыда айтып өткен. Құсу, температура, әдетте тісі ақшыл жабынмен жабылған, ішін пальпация, яғни басқан кезде эпигастр аймағында ауру сезім пайда болады, тахикардия, және тамыр пульс тез соғады, қан қысымы кішкене төмендеген, тұз қышқыл функциясы төмендейді, қозғалтқыш қызметі бұзылады. Созылмалы гастрит кезінде ол диетаның тамадан көп тамақтардың әсерінен пайда болады, аллергиялық факторлардың әсерінен де пайда болады. Мұнда түрлері созылмалы гастриттің кездесу. Созылмалы гастрит егерде яғни асқазан сөлінің қышқылдығының жоғарылауы немесе төмендеуіне де байланысты пайда болады. Асқазан егер қышқылдығы жоғарылап кететін болса, онда кекіру, аш қарынға пайда болады, және тамақтанғаннан кейін басылатын аштық ауру сезімі белгілері тән. Ал және де кекіру, іштің кебуі, тәбеттің болмауы. Төмен қышқылды гастрит пен эпигастр аймағының ауырсыны тамақтанар алдында немесе тамақтанғаннан кейін пайда болады. Егер қышқылдық жоғарылап кететін болса, тамақтан кейін ауырсыны басталады. Ал төмендеп кететін болса, онда тамақтанғаннан кейін ауырсыну пайда болады. Шырышты қабықтың зақымдануына байланысты беткі қабатын ғана зақымдайды, немесе атрофиялық, онда уже шырышты қабаттың асқазанның жұқаруы орын алады, және секреторлық белсенділігі төмендейді. Жедел гастритті емдеу гастриттің бастапқы күндері 2-3 күн төсек демалысы, көп сусын, жылы сусын беру керек. Ағза
дегидратация, интоксикация болып жатқандықтан көптеген су ішуіңіз керек болады. Аз-аздан мөлшерде асқазанды шаю, тұрақты құсу кезінде гидратация жасалынады. Атты ауырсынуды басу үшін пальмолитиктер рас мөлшеріне, және де антихолинергиялық препараттар, антацидтер, бұның барлығын дәрігер өзі тағайындайды. Жедел гастрит және созылмалы гастриттің кезінде де тағамдар, дәрі-дәрмектердің барлығын гастроэнтеролог немесе педиатр балаларға тағайындайды. Сонымен қатар, егер де созылмалы гастрит, яғни аспирин немесе басқа да қабынуға қарсы препараттарды жиі қабылдайтын болса, дамиды дедік, соларды азайту керек болады. Сонымен қатар, H2 блокаторлары, ингибитор протонной помпы, хеликобактер пилори қаннан немесе ФГДС жасаған кезде, биопсия алған кезде анықталатын болса, онда антибактериалды терапия жүргізіледі. Диета ең маңызды болып табылады гастрит кезінде. Яғни диета кезінде ащы, қуырылған, тұзды тамақтардың барлығын алып тастау керек болады. Және де күніне тамақтарны бірнеше бөліп тастау керек. Күніне 5-6 рет тамақтану үшін аз-аз мөлшерден, бірақ та майсыз, суға буға піскен тамақтарды жеу арқылы. Мұнда гастритке арналған диета көрсетілген, ережелерін сақтау керек болады. Тұзды, ащы, химиялық бояуланған тамақтарды азайту керек. Көбінесе суға піскен, буға піскен, сорпа, пюре, кашаларды жасау пайдалы болып табылады. Алдын алу диетаны әр жасқа байланысты сақтау керек. Балалардағы гастриттің ерекшелігі үлкендерге қарағанда олардың асқазаны әлі толық дамымаған, және олардың асқазанның шырышты қабаты өте нәзік болып табылады. Сол себепті асқынуларға бейім келеді. Бірақтан, егер диетаны дәрігер айтқан тағамдарды берген кеңестерді сақтай отырып, гастриттің емделуіне мүмкіндік болады. Алдын алу ең маңыздысы. Майлы және тәтті тағамдарды шамадан тыс қолдануға болмайды. Асқазан шырышты қабығын тітірген әсер ететін препараттарды да ұзақ қолдануға болмайды. Назарларыңызға рахмет. Келесі бөлімде балалардағы гастродуоденитті талқылайтын боламыз. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, бөлісіп қоюларыңызды сұраймын.